Ал сен білесің бе? Баклажан немесе қазақша атауы баялды. Дәл осылай аталатын бұл өсімдік өте бай тарихқа ие. Отаны ретінде оңтүстік шығыс Азия есептелінеді. Нақтырақ айтатын болсақ, Үндістан және де Бирма жері. Қазіргі күні бұл аймақтарда жабайы күйінде кездеседі. 9 ғасырда баялдыны Египет және Алжир жерлерінде өсіре бастады. Гвинея және Жапония халқы бұл өсімдікпен алғаш таныса бастаған. Полинезия аралдарында лашықтардың ішінде өсірген. Сол аралдың табиғат ерекшелігіне байланысты баклажанның салмағы кемінде 3-4 килограммға дейін жеткен. Ал ежелгі гректер мен римдіктер баклажанды денсаулыққа зиян деп тұжырымдаған. Баклажанды ұзақ уақыт қолдану ақылдан алжасуға алып келеді деп сенген. Дәл осы сенімнің себебінен Европа жерінде баялды таралмаған. Европада таралуына оңтүстік Американың ашылуы себеп болды. Сол жердің жергілікті тұрғындары өсірген, кейін европалықтар өз бақшаларында өсіре бастаған. Баклажан деген атауы үндістердің бадижан деген сөзінен шыққан. Қазақстанға Совет үкіметі кезінде келген. Ал сіз білесіз бе? Біз баялдыны көкөніс ретінде көреміз. Дәл солай есептейміз. Бірақ ботаникалық тұрғыда ол жидек болып табылады. Бұны биолог ғалымдар дәлелдеген. Ол қызанақ, бұрыш, картоп сияқты өсімдіктермен туыс болып келеді. Олардың барлығы алқа тұқымдастарына жатады. Бүкіл әлемде бұл өсімдік әртүрлі аталады. Мысалы, Солтүстік Америкада eggplant, ал Ұлыбританияда aubergine, басқа аймақтарда бринжал немесе Guinea squash деп аталады. Ал сен білесің бе? Баялды дәрумендер мен минералдарға бай. Мысалы, В тобының дәрумендері, С тобының дәрумендері, калий және магний минералдары құрамында бар. Құрамында ішектің жұмысын жақсартатын талшықтар да бар. Баялдының құрамында сонымен қатар антиоксиданттар бар. Атап айтсақ, насунин, фенолды қосылыстар, флавоноидтар және тағы да басқалары кездеседі. Бұл антиоксиданттар ағзадағы стресспен күресуге, қатерлі ісік және жүрек қан тамырлары аурулары сияқты созылмалы аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ең танымал сорты Black Beauty деп аталады. 1902 жылы бұл сорты шыққан. Солтүстік Америкада бұл сорт стандарт ретінде есептелінеді. Сонымен қатар баялдының ақ, жасыл, сары, қызғылт сары түстері, әртүрлі формасы мен пішіндері, өлшемдері кездеседі. Мысалы, дөңгелек, ұзын, жіңішке, жуан. Ең алғашқы баялды ақ түсті болған және де жұмыртқаға ұқсаған. Сондықтан eggplant деп аталған. Баялды көптеген елде мәдениеті мен аспаздық саласында маңызды сұранысқа, маңызды орынға ие. Тіпті кейбір елдерде баялдыға арнап фестивальдер өтеді. Мысалы, Италияда келушілер әртүрлі баялдыдан жасалған тағамдардың дәмін тата алады. Көптеген мәдениеттерде баклажан байлық пен сәттіліктің символы болып саналады. Мысалы, Қытайда көбіне үйлену тойында құнарлылықтың, байлықтың белгісі ретінде береді. Ежелгі үнді медицинасында баклажанды қант диабеті, гипертония, астма сияқты ауруларды емдеу үшін қолданған. Римдіктер қабынуды және әртүрлі тері ауруларын емдеу үшін қолданады. Қытайда ісінуді, геморройды, безгек кезіндегі дене температурасын төмендету барысында қолданған. Баялды калориясы төмен тағам. Жерорта теңізі тағамдарында, соның ішінде Испания, Италия, Греция, Солтүстік Африка тағамдарында жиі қолданылады.
оларды салаттарда, сорпаларда, тұздықтарда, етке гарнир ретінде қолдануға болады. Салмақ тастау немесе салауатты тамақтану кезінде қолданған пайдалы. Баялдыны табиғи бояғыш ретінде пайдалануға болады. Олардың қабығында маталарды сирень мен күлгінің әртүрлі реңктеріне бояй алатын антоцианиндер бар. Құрамында су көп мөлшерде кездеседі. Осы баялдыдан жасалатын ең танымал әлемдік тағамдарға келесілері жатады. Францияда рататуй, Иранда мирза грассеми, пицца, лазанья, Индонезияда самбал теронг, Түркияда имам бейлди, Италияда капаната, Ливанда мусака, Израильде сабич, Таиландда падтай, Испанияда эскаливада, Жапонияда темпура, Үндістанда бхарта, Италияда пармиджиана, Кореяда ганджи намул деген тағамдар бар. Өте қызық, бірақ татып көруге тұрарлық тағамдар. Ойлап қараңыз, кезінде қолдануға қарсы болған бұл өсімдік қазіргідей сұранысқа ие болатынын сол кездегі адамдар білді ме екен? Сіз қаншалықты жиі бұл өнімді қолданасыз? Сізге баялдыдан жасалған тағамдардың дәмі ұнайды ма? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Мен сіздердің жауаптарыңызды күтем. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.